Ассаламағалейкум ағайындар. Айтыс телебағдарламасы сіздерге Қазақтың Абай атындағы академиялық опера және балет театрының ғимаратынан сәлем жолдайды. Қазақстан өзінің тәуелсіздігінің 15-ші жылын бастан кешіруде. Бірақ осы қазақ мемлекетінің тарихы қай кезден басталады деген заңды сұрақ туады. Біз қазақ елі өз тарихымызды, өз шежіремізді сонау рухы асқақ бабамыз Күлтегін заманынан, Білге Қаған заманынан бастасақ та бізге жарасымды болар еді. Әйтпесе, кешегі әлем көзін қадаған Алтын Орда кезеңінде біздің тарихымыздың бастауы десек, еш артықшылығы болмас еді. Бірақ бұл тарихқа, бұл шежіреге басқа түркі халықтарының да ортақтасуға толық қақысы бар. Ал тәуелсіз қазақ елі, Қазақстан деп аталып отырған дәл осы мемлекеттің, дәл осы қазақ халқының ұлт болып ұйысып, мемлекет болып шаңырағын көтеруі 1456 жылдан басталатыны тарихи ақиқат. Өйткені оған дейін әртүрлі асқақ атаулармен аталып келген халықтардың ішінен бөлініп, Жәнібек пен Керей Өзбек хандығынан бөлініп, 200 мың адамы бар қазақ елін шу бойына апарып қоныс тепкеніне биыл тура 550 жыл толды. Міне осы датаны мен бір жылдан бері осы қазақ айтыс өнерінің ең тұрақты, ең риясыз демеушілердің құлағына сыбырлаумен келдім. Ақыры бұл кісілер осы деректерге ұйыды. Осы айтыстың өтуіне себеп беріп отырған сол екі кісі, әрине біздің жас мемлекетіміздің мойнында шаруасы көп, толып жатқан жоқ жітігі бар. Сондықтан бұл 550 жылдық атылмай, ресми атылмауы мүмкін, календарға жазылғанмен, тарихшылар мойындағанмен. Сондықтан осы екі азамат ендеше біз өзіміздің күш қуатымызбен осы Алаштың ақындарының басын қосып, 600 жылдықта боламыз ба, болмаймыз ба, осыны бір еркін той жасап берейік деді. Бұл кісілер осы айтыстың бас демеушілері, Алматы құрылыс ұлттық холдинг компаниясының президенті, айтыстың айнымайтын, өзгермейтін демеушісі Амангелді Дәнілермегеев мырза. Дәл осындай айтыстың соңғы жылдардағы ең белсенді демеушісі, риясыз демеушісі, әбекеңмен қатар тізе қосып, осы айтыстың көшін көзім жұмылғанша сүйреймін деп жүрген азамат, меценат Өмірзақ Сәрсенов мырза. Осы екі кісінің демеушілігімен және Алматы қаласы әкімінің қолдауымен осы айтыс өткелі жатыр. Бүгінгі ең бұлбұл деген ақындарымызды, ең дүлдүл деген ақындарымызды 14 ақынды алдарыңызға шақырдық. Қазір осы ақындарды алдарыңыздан өткізіп берейін. Көріңіздер, жүйріктердің бабына қараңыздар, бойына, сойына қараңыздар. Асхат Қылышбеков, Алматы қаласының ақыны, Қазақ радиосының қызметкері. Балғынбек Машев, Астана. Әсем Ережеқызы, Семей. Рүстем Қайыртайұлы, Алматы, Қазақ ұлттық университеті. Сара Тоқтамысова, Семей. Ахметжан Өзбеков, Тараз. Нұрдәулет Махамбетов, Қызылорда. Карима Оралова, Шымкент, Оңтүстік Қазақстан. Қарлығаш Әубәкірова, Семей. Бегарыс Шойбеков, Түркістан. Әбілқайыр Сыздықов, Жаңақорған, Қызылорда болса. Ринат Заитов, Семей. Және сіздерден жасырып жүрген бір екі жас ақынымыз бар еді.
Аян Сейітов Ақтөбе, Нұржан Өмірбаев Шығыс Қазақстан облысы. Міне осы 14 ақын 7 жұп болып желебе бойынша жұпталған. Бүгін алдарыңыздан өтеді. Өзіңізге белгілі айтыс қаздар алқасынсыз өтпейді. Төрешілер билік айтады. Қаздар алқасының төрағасы, Кеңес одағының, Қазақстанның халық әртісі, мемлекет сыйлықтарының лауреаты Асаналы Әшімов. Қаздар алқасының мүшелері, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ ұлттық университетінің проректоры Намазалы Омашев мырза. Осыдан 10 күн бұрын ғана Алматы облысының құрметті азаматы атағына ие болған қазақтың көрнекті ақыны, халықаралық қара сыйлығының лауреаты Сәкен Иманасов. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты дәл сондай көрнекті ақын Иранғайып. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы ақын Ұлықбек Есдәулет. Және халықаралық алаш сыйлығының лауреаты көрнекті ақын Қазақ радиосының бас редакторы Ғалым Жайлыбай. Қазақ әдебиеті газетінің жауапты хатшысы халықаралық алаш сыйлығының лауреаты Еркін Жаппас. Осымен ресми сөз тамамдаймын. Ақындардың алғашқы жұбын ортаға шақырам. Әбілқайыр Сыздықов Қызылорда, Ринат Зайытов Семей. Саттым мекенімді, сезгенмін алып ұшып жетерімді. Жақында жылы хабар жеткеннен соң желкенім кенет қайта көтерілді. Оралыңның барында ойнап күліп өкінбей өткізейік өтергінді. Көрермен өздеріңді көрсем болды, ел білер арқаланып кетерімді. Шабытты да шалқытар сіздер дүлей күш жетелейді жетегімді. Танытшы қанығызба екеніңді, айтысқалла әкелер бекергімді. Арқалы ақындарың келді алдыңа қиқу қосып көтерінді. Әбілқайыр көрінбей кетті ғой деп сыртымнан кей ақындар бекер күлді. Қасымда жүрмегесін қайдан білсін талайды әлі әуре етерімді. Өлгенше домбырамды сергетіп, айтыстарды айқайлап өтерімді. Шынымен көптен бері көрінбебем, көрсетейін аман сау екенімді ауай. Ай бірлік барда басыңда тұрар бағың. Тәуелсіздік емес бет ұларманың. Тарихтың тереңіне көз жіберсең, қанша жыл азаттық деп ұрандадың. Көшпенді көшіп қонып жүрген қазақ бытырап басыңды да құралмадың. 5,5 ғасыр бұрын дәл осыдан ессіз жау езгісінен шыға алмадың. Ел үшін туған ерлер атқа қонып, ұлы ерлік жасады ұландарың. Міне сол бабаларды еске алып, ардақтап әруағына жыр арнадың. Жәнібек Керейхандар емеспеді орындап берген елдің ұларманын. Мен де сол бабалардың әруағы үшін тыпыршып топқа түспей тұра алмадым. Сондықтан аянатын не бар Ринат, іркілмей іштегіңнің шығар бәрін. Ассалаумағалейкум армысыздар, ең сүйікті құлдары бір Алланың. Айтысты бәрін тастап келіпсіздер, көрініп жүздеріңнен қуанғаның. Жүрсін тоқта дегенше жүретейік, қызықтаңдар қанғанша құмарларың ай. Қаумалап қалық жиналып, айт десе жаның қалама, көкмайлақтай көсіліп, ал Ринат қосылып.
темреніп жұрты төгейік, түспеспіз күнде додаға, күнде келе бермеспіз Алматы деген қалаға. Арнайық жылдың асылын, қандықтың салған негізін Жәнібек Керей бабаға. Басқа да асыл данаға, алдартыңа қарама, қарасаң болды шамаңа. Ел жиналып отыр ғой, салайық тартыс араға. Сөйлей тұғын кез келді, сөйле деп халық кез келді. Саған да айтар тілегім, көсілейік біз бүгін сақынаның көркі боп. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Aydayo Әбеке бүгін маған серіксіз ғой, білемін сертіңізге беріксіз ғой. Сіз бұрын айтысқанда шыға салып, ақынның талайына төніпсіз ғой. Көрінбей кеткеніңіз бар еді рас, әйтеуір аман есен келіпсіз ғой. Депутат бастық болып жүруші едің, қайтадан ақындыққа еніпсіз ғой. Қалғаны депутаттық мандатыңнан жұмсақтау сөйлейтіндей болыпсыз ғой. Бісміллә медет бер деп жанға тәңір, шабайын шаршы топты шаңда табыр. Ассалаумағалайкум туыстарым, біздерде берға табыр, арға табыр. Ат ойлап, қабан байлап тағы келдім, балаңа ақ жол тілеп алба тағыл. Қиянды бір шалайын қыран болып, қиялды қанат беріп самға табыр. Жалауы хандығыңның көтерілсе, алауын айбыныңның лаулата біл. Қазақтың хандығының айтысында жиналып қалмас екен барға пабір. Ұйқыңды сілкіп тастап оян алсаң, рухыңды тақта отырған ханда таныр. Армысың Қазақстан қазақтары, қой мінез қасқыр намыс қарға тамыр. Аулақпын сөзді бүгін үнемдеуден, мен емес атағымды шірей келген. Опера театрына қош келдіңдер, бұл айтыс ақсамайдау тілеулерден. Бұрында үлкен сарай мекен еді, айтысқа талай жылдар рең берген. Театрда спектакль қойып едік, опера айтсын бүгін кілең мерген. Өнердің қайыршысы осы айтыс, елеңдеп елден қайыр тіл берген. Өнердің бомыжы да осы айтыс, бұйырған бұрышына түней берген. Жанымен ақиқатты арсанаған, мен бүгін адымымды алшаң алам. Қасыма қош келдіңіз Әбілқайыр, біз үшін бағаң биік баршағадан. Түлкі төс тазы тізе ит жіліншік, түрің
шынымен тамсан алам. Арабтың аттарынан айнымайсың, апталап шапсадағы шаршамаған. Шамаңыз жеткенінше жүгіріңіз, қарауыз қарға бойлы қарсағағам. Айдайым, сұрағандарың ай сөз болса, қалағандарың біз болса, жырламай қалай ай тұрайын, бабадан қалған із болса, көпшілік сөйлең ай дегенде, қысылып қалман қыздарша, әбеке енді өзің білі, әзілге көңілің сызданса, тартыстың сәні келмейді, темірдей отта қызғаншаңы, ей қарсылас қамалын бұзғанша. Күлдірде күлдір ай күлдірмен, көшімен елдің бір жүрген, дабылын қағыбай өлеңнің қадірін жұртқа білдіргені. Қайранда менің ай әбекем, айтысқа шықса айғайлап, отырағалы ойбайлап, сөйлеген сайын бүлдірген сайын ай күлдірген. Отанның бейбап майкысыны, депутат болып ай үлгірген. Кезегіңізді берейін, айғайыңызды көрейін, жарған аттар сияқтың ей шошынып шыққан үңгірден. Айдайым, 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 айдайым. Ай сүйсініп жүруші едім талабыңа, от кірген секілді ғой жанарыңа. Бұл Ринат бара-бара арқа қозып, бізге қарай азуса барады ма? Ендеше аздап жауап берейінші жаңағы қойып өткен сауалыңа. Мен де шынымен, мен де тәнті болып тұрмын айтысқа деген ашық араныңа. Ендеше көрмегенді көрсетсінші алдыңда отқан аға қарамына. Ринат барлығымда жырғып өттің, мұндайда Әбілқайыр үнсіз қалады ма? Алаңсыз сен құтырып барасың ғой, кезікпей жүр екенсің адамыңа уай. Ай депутат болды мұрас сайлағасын, оған сенің ішіңде қайнамасын. Депутат деп таныған ел демеді, талай-талай мінбеде сайрағасын. Депутат болғаннан соң алла беріп, елге көмек берген соң жайланасың. Депутат болсам несі айып оның, әрине елдің жайын ойланасың. Депутаттықты тоқтатып, мен қойып ем, сендейлері қылқылдап қоймағасын ай. Айқайымды тағайтып бептедіңдер, ешқайсың оны айтпай өтпедіңдер. Бәріңде айтыс сайын айқайды айтып, көлденең тартып алға беттедіңдер. Жәнібек Керей баба айтысына да айқайымды айтуға кеппедіңдер. Ендеше айқайды да баяндайын, айқайымнан сескенбес боп бедіңдер. Түсінбейтін біреулер сен секілді жасыңда жұмыртқа көп жеппедіңдер. Білмегенге ендеше ұқтырайын, Әбілпатта әкемнің еккенін көр. Біздің үйде 14-тің бәр айқайшы сенбесең ауыл жаққа кеп көріңдер. Оған қоса ақындық берсе Құдай, мұны да ақылға сап өткеріңдер. Қаны қызба қазақтың сондай ұлы сүмірейіп айтсат деп бердіңдер ай.
сенің тыңдасам, сөзіңді сенің тыңдасам, жырыңа салып отырсың, шабытты екен бұл бала, берейін жауап оғанда. Айтқаныма таң қалма, ал Ринат онанда, ақылыңа көшіп сененді, осы айтқанды аңғарда. Әбілқайыр осылай, депутат болса да таң қалма, бастық болса да таң қалма, Алла берген соң Алла боламын. Тірі адам тірлік жасайды, осынау 5 күн жалғанда, басқа айтарың болмаса болмасын айтып саңдалмай. Кезіккен соң өзіңдей, бір әріптес қарсылас, шабыттанып барамын. Ал ендеше ағайын, домбырамды осылай, мен қолыма аламын. Аламан топта арқырап, жұлдыздай көкте жарқырап, бұйыртса бүгін Ринаттай, айтсын бұзам қамалын, саңғиқуға саламын. Сезесің бе сен Ринат, айтқан сайын осылай, айтқым келіп барамын. Шапқан сайын бұл тойда, шапқым келіп барамын. Жәнібек Керей бабаның тойына келіп жатқан соң, ал ендеше сен тыңда, ары қарай сөзімді, сені көріп мен бүгін арқаланып барамын. Өзіңді кезіктірген соң үндемей қалай қаламын. Қыздырайық екеуміз осы айтысты бүгінгі, қыздыра қалсақ айтысты, ақ батасын халықтың деймін саған аламын. Айналып кеттау сөзің шеміршектей, мен сізді бүгін қайтам тегін сөкпей. Айтысқа шыққан сайын сен әбеке қырамын жойып кетем дедің шөкпей. Айтыстың ортасына келгеніңде тәубаңа қайтып жүрсің шегін шектей. Көрсетем деп көрсетпейсің, айтқанын істемейтін еріншектей. Күйеуі ұрысқан сайын төркініне қайтамын дей беретін келіншектей. Мен едім шындық десе нақты қыз ба, әбеке бір қызыққа баттыңыз ба? Депутат болуды да тастадыңыз, басқаша жылы орын таптыңыз ба? Үкімет қызмет беріп қойып еді, немене аузыңызды жаптыңыз ба? Мыңдаған сайлаушының сенімдерін былғары бір креслоға саттыңыз ба? Жасаған болашаққа жорық деппен, ойымды өтем бүгін бөліп көппен. Қазақтың тарихында ақында көп, халықты жанын мәңгі жанға серік еткен. Кешегі Бұқар жырау дарадана, әр сөзін Абылайға еріктеткен. Бар жайды білгендіктен хан Абылай ырысын қазағымның толық еткен. Әу баста ханға айтылған шындық қана басшының әрбесін көріктеткен. Бүгінгі мықтылардың түрін көрсең, шетінен өзін ойлап шөгіп кеткен. Елбасы сұрайғаса ұялмастан, жағдайы дейді жұрттың оңып кеткен. Ақылы жеткенімен батылы жоқ, салқыны саясаттың соғып кеткен. Иманы жұртта қалған ағалардың милары металлалон болып кеткен. Шалдары нардай болған ұлдар арлан, қазақтың тарихы көп құмда қалған. Төле би бабам жайлы сөз қозғасам,
жұртымның жүрегіне мұңға далған, қазақтың сорлылығын пайдаланып, еншілеп өзбек әкем ұрлап алған. Ташкентте Төле бидің бейіт емес, Қарлығаш бисарт болып тұлғаланған. Ағалар бұл жайында тіс жармайды, басқаша бақыт іздеп бұл ғаламнан. Басқаның еншісінде бабам кетті, арылмай әруағы шырғалаңнан. Ертерек қамданбасақ ата деген, атаңның мал емес қой сырғаланған. Ай, бұл бала қалай жұлқынады, Ринат айтқан сайын құлпырады. Екпінімді әнжірға қосып жатсың, екпініме бүгін қарсы кім тұрады? Ринат бағанадан жырлай, айтып таусалмай жатырсың сыртымды әлі. Бірақтан қанша екпін жатқандығын сен өзің білемісің ішімді әлі. Ол рас қызметке жайғасқанмын, өткеріп жүрмін бүгін бұлсынды әлі. Мәдениетке сәлде болса үлес жасап, Әбілқайырдың ол алға құлшынғаны. Депутаттықта айта қойдырып ет, қызметтен де құртарсыңдар, мүмкін әлі ауай. Ай, өзімнің өнеріме сеніп жүрмін, соңынан жақсылардың еріп жүрмін. Бастық болып жайғасып, мәдениетке қолымнан келген үлес беріп жүрмін. Ал енді айтысымды да ұмытпастан, ортасына көпшіліктің еніп жүрмін. Өзіңдей інілермен қабаттасып, аламан топқа талай еніп жүрмін. Мәдениетке қолымнан келгенінше бір көмек береріме сеніп жүрмін. Ай, бұл Ринат бізге қанат жайып бекен, жаңағы айтқандарың лайық бекен. Креслоға мен сатқам жоқ сайлаушыны, әрін ол айтқаныңды айып етем. Демеймін сен секілді, бірақ Ринат ел алдында айтқаннан тайып кетем. Немене біз секілді ақындарға қызметтерге жайғасу айып бекен. Ай, мен саған ашып отсам аға құшақ, тіліңмен шағып отсың ара құсап. Ендеше сөзімді ары сен тыңдағын, осы айтқан сөздерімді пана қылсақ. Бәрінде біліп туған жан секілді сен өзің сөйлеп отсың дана құсап. Сөйлеуін сөйлесең де дана құсап, ойлауын ойлап жатсың бала құсап. Ай, дейсің бе тауым неден шағылып тұр, ұлттық рух санамыздан арылып тұр. Мемлекеттік тілдің де мәртебесі әлі тек сөз жүзінде жазылып тұр. Көшенің бәрі шетел симайлары осыдан ақ дәрежең алынып тұр. Қымбатшылық дегенің не масқара, күннен күнге құтырып қағынып тұр. Көшеде жұмыс таппай жүрген халық қайтып күн көремін деп қамығып жүр. Жаңағы ел басқарған ерлеріміз шетелден шотын ашып шабылып жүр. Сыбайластық, жемқорлық қылмыспенен қоғамға сондай індет салынып тұр.
Сен, Ринат, байқаймысың, бұл қазағым әлемге қылмыспен де танылып тұр. Әйтпесе қайсы елден біздергенбіз, талайы қайта бізге жағынып тұр. Дамудың жолын үйреніп алайық деп, осылай қарай бәрі шабылып жүр. Қанағат, ынсап, тәртіп болмаған соң, біздің қазақ осылай тарылып тұр. Алтын қасықпен ас ішіп жүрмесе де, бұйырған несібеден қағылып тұр. Ақын деген елдеп түсер отқасан, көңілімді өзің білші таппасаң, мен біразып тиісіп едім әбеке. Өзің білші, өзің дөзің мақтасаң, қиқулаған елім қолдап отырса, шабам енді өзің білші шаппасаң, қабан байлап ұлың әруақ шақырса, құлшынайын топ бастаған батырша, қазағымның хандығының тойында айып бұлым қызық келді батырса, осыдан соң көрейінші қазақта намыс жоқ деп көре алмастар шатылса, шабытымды қалай ғана бөгейін, қиқулаған халқым қолдап отырса. Баға берем саған аға беснеге, жамандықты ешқашанда көксіме, үйтем-бүйтем деп айтасың бастықтар, айтқанменен бітірмейді ештеңе. Көрсетеді екеумізге заман жол, дей алмаймын айтар сөзге сараң бол, жүрсін ағам бітір дейді тұсымнан, осыменен Алабеке аман болай. Рахмет. Рахмет. Айтысты бастаған Әбілқайыр. Әбілқайыр Сыздықов, Қызылорда. 9, 8,